Амансыздар ма? Бүгін WhatsApp-қа хабарлама жіберу функциясын іске қостық. Сол туралы видео сабақ. Бүгін енді үлгі ретінде қоймаға екі үлкен жүк машинасы келді деп есептейік. Сол бойынша қоймадағы отырған оператор екі жол есебін алды, накладной. Оны жеке кабинетке қайтып енгізеді. Сол жақтағы мына батырманы басады, файлды таңдайды. Файлды міне екі түрлі, B260 деген накладной факс, содан кейін B268 деген екі жүк келді деп есептейік. 260-ты белгілейік, нөмір автомат түрде толтырды. Бұны біз 7-ші қоймаға түсіреміз. Қосу деп бас қаламыз. 1 секундтың ішінде 49 жүк базаға енді. Келесі 268-ші жүкті белгілейік, автомат түрде толтырды. Бұны біз 6-ші қоймаға түсірейік. Қосу деп басамыз. Бұл жерде жүк 68-де 21 жүк бар екен, мынада 49 жүк бар екен. Екі жүк, мұнда екі жүк берілмейді деп жазылып тұр. Ал енді ары қарай оператордың қойманың операторы қандай жұмыс жасайды? Әр жүктің иесіне хабарлама жібереді. Ол қалай жасалады? Мынаны басады, сол кезде жаңағы 21 жүк ашылады бұл жерде. Әр жүктің номері және қарама-қарсысына WhatsApp деген батырма бар. Мынау енді телефонның экраны болғандықтан кішкентай болып тұр. Компьютердің экранын ашсаңыз, басқа да жолақтар көріледі. Енді осы адамға хат жіберу үшін кез келген клиент таңдайды, соған WhatsApp деген батырманы басқаса, автомат түрде WhatsApp ашылады. Содан кейін әлгі кісіге мынандай хат жіберіледі. Мен енді бұл хатты ол кісіге жібермеймін. Жай кесіп алып қазір көрсетемін. Ішінде қандай ақпарат бар екен. Мына жерге қояйық. Әр жүктің иесі мынандай міне хабарлама алады. Жүктің номері, жүктің коды, соның статусы, бағасы, теңгемен көрсетілгенде, теңге миктің курсымен алады, 50 цент қосылып. Ақпарат Қытайдан жүк келді, қанша уақыт сақтау тегін, Яндекс, Тугис деген сияқты. Мыналарды бас қалатын болса, Яндексті бассаңыз, бірден Яндекс ашылады. Содан кейін мына сіздердің қоймаларыңыздың мекен жайы көрсетіледі, өте жылдам. Маршрут деп басқасаңыз, осы менің отырған жерімнен сіздің қоймаңызға алып барады. Тугисті бассаңыз да сондай. Тугис ашылады. 1-2 секундтың ішінде қойманың адресі көрсетіледі, қай жерде тұрған екен, теректі көшесі ашылды. Маршрут деп басқасаңыз, тура осы жерге алып барады. Енді үшінші сілтеме. Бұл әр жүк туралы сілтеме статус. Содан кейін әр жүкке код беріледі. Әр алушыға әртүрлі код жіберіледі. Бұлында кәсіби банкта жақсы қолданады. Біреуге тауар жібереді, тауар жіберген кезде сол тауардың иесі ғана осы кодты біледі. Товарды апарып берген адам код сұрайды, соны айтқан кезде дұрыс па екенін тексереді, сонда ғана беріледі. Тура осы Каспийдің тәжірибесін бізде қолданып отырмыз. 774 деген жүктің коды, еске сақтап алайық. Статус дегенді басамыз. Басқан кезде мына телефонда орнатылған бағдарлама қоймаға қосылады да, қоймадағы осы жаңағы SO 159 деген жүкті ашып тұр. Вот енді осыған біз видите код круза дейді, қазақшаға аударып алайық. 4 тілде жұмыс істейді, қазақ, орыс, ағылшын, қытай тілінде. Жүктің кодын енгізіңіз дейді. Жүктің коды бізде 774. 774 деп енгіземіз. Басқаша бір код енгізіп көрейік. Қабылдамайды, көрдіңіз ба? 774 деп енгізсек қабылдайды. Бұл жерде не көрсетілген? Бұл жерде бағасын көреді, теңгемен конвертацияланғанда қанша зат келді, салмағы қанша, қандай факс екенін көруге болады. Содан кейін не істейді? Жүктің иесі бағанағы маршрут бойынша қоймаға барады, да қоймада отырған ақшаны қабылдайтын операторға мына QR-ды көрсетеді. Оператор өзінің сканермен осыны сканерлеп алады. Сканерді біз береміз, қазір ол туралы сабақ бөлек болады. Осы QR-ды сканерлеп қалған кезде оператордың экранынан бүкіл осы жүк туралы ақпарат шығады. Оператор не істейді? Ақшаны қабылдайды да жүктің статусына
ақша қабылданды деп жазады. Мына жерде міне басып қалсаңыз қойманың нөмірі тұр. Соны айтады, міне 6-шы қоймаға барыңыз, жүгіңіз сол жерде жатыр деп. Жүктің иесі сол 6-шы қоймаға барады. Қоймада қойманың жұмысшылары жүреді. Соларға QR-ды көрсетеді, олар сканерлейді де, мына жүктің 6-шы қоймада екенін біліп, соның статусын көреді. Статуста қойманың жұмыскерлеріне ақша төленді деп шығып тұрады. Олар соған қарайды. Ақшасы төленсе, онда жүкті алады да жаңағы жүктің иесіне береді. Болды міне, WhatsApp-тағы ақпаратпен қалай жұмыс істеу керек екенін қысқа да нұсқалы сабақ осымен аяқталды.